Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай духовкада дайындалатын люля кебабтың рецептісін ұсынбақшымын. Міне бізге осы заттар қажет болады. Тартылған ет, көкөністер, дәмдеуіштер және жұмыртқа. Егер де көкөністерді қоспаймын десеңіздер, онда өздеріңіз білесіздер. Осылай қолымызбен формасын келтіріп алып, тапаға тіземіз. Өте оңай. Әрі тойымды аз. Жасап көруге кеңес беремін. 200-250 градус қысып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей люля кебабымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.